Ыбырай Алтынсарин бақша ағаштары. Жаздың әдемі бір күнінде таңертең бір төре өзінің баласымен бақшаға барыпты. Екеуі де егілген ағаштар мен әдемі жайқалған гүлдерді көріп жүрді. Мынау ағаш неліктен тіп-тік, ал ана біреуі неге қисық біткен деп сұрады баласы. Оның себебі: балам, анау ағашты бағу-қағумен өсірген, ал қисық бұтақтары бар ағаштарды еш бағусыз өз қалауымен өскен, деді атасы. Олай болса, бағу-қағуда көп мағына бар екен ғой, деді баласы. Бағу-қағуда көп мағына барында шек жоқ, шырағым, мұнан сен өзіңе де әбірет алсаң болады. Сен жас ағашсың, саған да күтім керек болады. Мен сенің қате-істеріңді түзеп, пайдалы іске үйретсем, сен менің айтқанымды ұғып, орнына келтірсең, жақсы, түзеу адам болып өсерсің. Бағусыз бетіңмен кетсең, сен де мынау қисық біткен ағаштай қисық өсерсің, деді.